Сәлем достар, отбасылық жиындарға, отбасылық мерекеге осылай үй жағдайында әдемі кәуап дайындайтын боламыз. Сіздер менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен жолдасым екеуміздің үй жағдайында жасаған кәуаптың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жолдасым екеуміз осылай сиырдың балғын етін жақсылап осылай 4 бүріштелеп турап аламыз. Және осылай ыдысқа салдық, және қойдың құйрығын алдық. Мен тек қойдың құйрығы кішкене тұздалған болатын, жуып алдық. Ал енді осы балғын еттерімізді маринадтау үшін осындай блендерге жақсылап тұрып 3 пиязды және 2 бас чесноқты және 2 бас кивиді жақсылап осылай майдалап турап аламыз. Және оны блендерге салып, егер блендерлеріңіз болатын болса, осылай езіп алсаңыздар болады. Егер мұндай блендерлеріңіз болмайтын болса, майда теркадан өткізіп, езіп алуларыңызға да болады. Мен сіздерге осылай майдалауды кеңес беремін. Себебі қазір біз маринадтаған кезде арасында түйіршіктеніп жүрмеу үшін. Ал видеода көріп тұрған болсаңыздар, мен жақсылап барлығын турап алдым. Енді езетін боламыз. Блендерді 2-3 мәрте ғана осылай кнопкасын басып, осылай айдайтын болсаңыздар, біздің жаңағы маринадқа қосатын қоспамыз өте майда болып, әдемі болып шығады. Көріп отырғандарыңыздай, көп те уақыт кеткен жоқ. 5 секунд, 6 секунд арасында осылай езіп аламыз. Майдалап, пачақ-пачағын шығарды десек те болады. Ал енді осы қоспамызды бір ыдысқа салып алайық. Қазір біздің етімізге қосатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын майдалап тастады, иә. Ал енді жаңағы турап қойған етімізге осы қоспамызды қосатын боламыз. Ең алдымен етімізге тұз салып алайық. Ал сіздер менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен шай қасықпен толтырып 2 шай қасық тұз салып шықтым. Менде 4 килограмм ет шамасында. Сіздер сол шамалап саласыздар. Және шашлыкке арналған осындай приправа қостық. Тұздың үстінен бір приправаны барлығын қосып жібердік. Біздің жаңағы тураған осындай құйрықтарымызды міне турап жатырмыз. Құйрықтарымызды осы қоспаға араластыратын боламыз. Бірақ ол қазірше соңынан. Ал енді 1 кесе пісте май құямыз. Таза пісте май құйып осы етіміздің үстіне және осы еттің үстіне біздің тағы қосатын қоспамыз сарыағаштың суы, газдалған сарыағаштың суы 1 литр шамасында қоссаңыздар, өте жұмсақ болып маринадталады. Біздің 1 литр деп отырғанымыз, қазіргі тураған етіміз бататтай болу керек, батып тұру керек. Осылай жақсылап батып, бетіне шығып тұру керек осылай. Осы қоспамыздың үстіне жаңағы біздің езген киви, сарымсақ және пияздарымызды осының үстіне қосамыз. Және қолымыздың көмегімен жақсылап барлық жеріне тегін етіп араластырып аламыз.
досым, сондықтан да менің қолым осындай екен деп ойлап қалмаңыздар. Жолдасым араластырып жатыр. Осылай батып тұратындай болғаны дұрыс. Себебі біздің жаңағы етіміз жұмсару керек. Біз жаңағы тураған құйрығымызды бетіне қойдық, себебі қатты езіліп кетуі мүмкін. Ал біз бұны бір түнде қойып, ертесіне обедтің уақытында, түскі уақытта осылай палочкелерге тығып шығып, жақсылап пісіріп алдық. Видеодағыдай қарап тұрсаңыздар болады тезірек. Және осылай мангалда баяу отты әдемілеп пісіретін боламыз. Сіздер менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, ал мен сіздерге түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.